Баяғыда бір екі дос болыпты. Арадан біраз уақыт өтіп, қазаны басқаның қайғысы басқа дегендей, екі дос тірліктің күйбеңімен бірін-бірі баяғыдай іздемейтін дәрежеге жетіпті. Бір күндері қаржы тапшылығынан қысылған досы екінші досынан басқа сұрайтын адамы қалмай, досынан келіп ақша сұрапты. Досының жағдайына қанық болған досы сұраған ақшасын қолына ұстатып жіберіпті. Дос кеткен соң еңіреп жылаған күйеуін көрген әйелі: "Олай берген ақшаңа қиналатының бар, несіне бердің?" деп таң қалыпты. "Ай ақымақ қатын, мен берген ақшама қиналып жылап отырған жоқпын. Досымның осындай дәрежеге дейін қиындыққа тап болғанын білмегеніме, осындай мүсәпір күйге түсіп, алдыма ақша сұратып келтіргеніме жаныма ауырып, күйінгенімнен көз жасыма ерік бердім" деген екен. Кеудеңде жаның барында, бауырлық таныт бауырға, өзектен теуіп өзгені, өзімшілдікпенен ауырма. Өмірден талай пенде өтер, сенде, менде ол өтер, бұл жалған қамшы сабындай, сыйла салмасаң сол бекер. Көңілін достың шығарсың, туыстың ісін сынарсың, қадірін білмей жүргенде қабірін қазап жыларсың. Көнбейді уақыт аңғайға, келмейді қайтып жылайда, жанталасқанша жан жақпен жан тапсыратын күнді ойла. Бақида барлық бабамыз, біздер де сонда барамыз, суық қара жер алғанша, суымасынша арамыз, суымасынша арамыз. Бірде бір әйел үйіне қайтып бара жатып, көшеден қолына шыбық алып, жер сызып отырған бір баланы көреді. Қасынан өтіп бара жатып, қызықтап: "Балақай, не істеп отырсың?" деп сұрайды. Бала да: "Жәннатты телімдеп сатып отырмын" деп жауап береді. Баланың жауабына риза болып: "Езу тартқан әйел, маған да жәннаттан бір жер телімін берсең қайтеді? Қанша тұрады?" деп сұрайды әйел. "2000 теңге әпке" дейді бала. Әйел де балаға 2000 теңге ұстатып өз жолына кете барады. Әйел үйіне келеді. Жолдағы оқиғаны баяғыда ұмытып кеткен. Сол күні әйел түс көреді. Түсінде жәннатта жүр екен. Ертесі күні түсін күйеуіне айтып береді. Күйеуі дереу баланың отырған жеріне барады. Барса, бала дәл сол жерде жерге бірдеңелер сызып отыр екен. Адам балаға тура әйелінің сұрағын қояды: "Не істеп отырсың?" Бала әйелге жауап берген жауапты айтады. Адам: "Маған да жәннаттан бір жер телімін берсең қайтеді? Қанша тұрады?" деп сұрайды. Бала: 1000 триллион теңге деп жауап береді. "Не деп тұрсың сен? Әйеліме 2000 теңге депсің ғой." Бала алайда әйелдің ол ақшаны жәннатты алу үшін емес, көңілімді табу үшін берді дейді. "Сен жәннатты осыншама арзан деп ойладың ба?" "Жәннат арзанда емес, қымбатта емес. Жәннатты алу көңіл табудан болады" деп жауап береді бала. Сол себепті біреудің көңілін бұзу 1000 қағыбаны қиратудан да жаман. Көңілдерді қалдырмайық, көңілдерді жаулайық. Бірақ рет берілетін өмірде бір-бірімізді ренжітпейік. Туған туыс, бауырлар.